Сәлем достар, арнаға қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге осындай кобрик, яғни төсеніштің қалай тоқылу жолын көрсететін боламыз. Бізге алдымен осындай арнайы ине қажет. Бізге осындай шеңбер матаны қысып ұстап тұратын және қатты мата қажет болады. Және де тоқыма жіптері керек. Мен тоқыма жіптердің осы сары, қызыл, көк және де саңырауқұлақтың астында шөбін тоқу үшін жасыл түсті таңдадым. Ал бұл қорапша арнайы инемен келген. Және оның қасында жіпті инеге салатын арнайы өзінің сымдары бар. Қалай қолдану керектігін көрсететін боламын. Матаға суретті салып, сол сурет салынған бетінен инені сала отырып тоқимыз. Бұл арнайы осы кобрик тоқуға арналған ине. Өте әдемі, алып қолданып көрсеңіздер болады. Қарап тұрғандарыңыздай біркелкі болып тоқылып келе жатыр. Видеомыз ұнап жатса, арнама жазылып, қоңыраушаны баса кеттіңіз. Қазақша контенттің көбеюіне өз үлестеріңізді қосыңыздар, достар.
тоқып біткеннен кейін ешқандай түйіндеудің қажеті жоқ. Саңырау құлағымыз дайын. Енді айналасын мен сұр түсті жіппен тоқып шығатын боламын. Толық біткеннен кейін тоқылған жағына ғана қалың матаны жабыстырып қойсаңыздар тіпті керемет болып шығады. Ол үшін бізге пуфаглий керек. Мінекей артқы жағы толық тоқыдым, арт жағы біркелкі болып шықты. Енді алдын көреміз. Мінекей осындай өте әдемі коврик. Бұл нәрсені шәйнектің астына, ыстық заттың астына қолдануға болады.